Сәлем достар, мен ең бақытты адамын. Менің қолымда iPhone 12 Pro Max 256 гигабайт ашылмаған. Қазір бірге көреміз не бар екен. Бағасы 750 мың теңге. Ема! Не бар екен бірге көрейік. Кайф қой. Мәсіған. Бәрі қолым дірілдеп жатыр. Не деген бақытты адаммын. Мәсіған. Беташар болып жатыр, беташар. Мәсіған. Әп-әдемі, үлкен. Менің атым Бақтияр. Бұл Кастияр шоу. Ал біз бастаймыз. Сәлем достар, қалайсыздар? Менің қолымда iPhone 12 Pro Max 256 гигабайт. iPhone-дардың арасындағы ең жаңасы, ең үлкені және ең қымбаты. Бағасы 750 мың теңге. Қалай сізге? Ұнай ма? Менің ойымша бұндайды тек депутаттар алуы мүмкін, немесе 2-3 бизнесі бар бизнесмен алуы мүмкін. Өйткені мынандай смартфонға 750 мың теңге, бұдан басқа қорапта ештеңе жоқ. Білесіздер, тек қана кабель бар, кітабы бар, болды. Басқа ештеңе болмайды. Құлаққап болмайды, қуаттағыш болмайды, көп мақтаған сымсыз зарядтайтын MagSafe-ті қоспаған болды. Және бұл смартфонды алатындар мен бәрінен мықтымын, мен бәрінен үлкенмін, менен ешкім асалмайды деген адамдар алуы мүмкін сияқты. Диагоналі 6-7 дюйм. Өте үлкен, екі қолмен ұстау керек сияқты. Бір қолмен жазу тұрмақ, ұстаудың өзі ыңғайсыз. Бірақ бұның экраны басқалардан өзгеше. Экраны iPhone 12 mini мен салыстыратын болсақ, бұл дисплей 2778-де 1284 нүктесі бар. Мысалы, сол 12 mini мен салыстыратын болсақ, бұның экраны 2340 пен 1080 нүктесі бар. Енді айырмашылығы бар. Диагоналі бірінші артықшылық деп айтатын болсақ, екінші артықшылығы бұл дисплейі, яғни дисплей басқалардан гөрі анық көрсетеді. Үшінші артықшылығын айтатын болсақ, жарайды, бұның процессоры минимен бірдей Bionic A14, бірақ бұда 6 гигабайт азу бар. Өйткені iPhone 12 mini-де 4 гигабайт азу. Яғни сол 2 гигабайт азудың өзі әжептәуір күш береді. Енді үлкен болғандықтан салмағы да ауыр екенін түсініп жатсыздар. Бұның салмағы 228 грамм. Үлкен болғандықтан аккумулятор да үлкен. Бұның аккумуляторы 3687 мАч. Бұл смартфон емес, басқа смартфонда қанша уақытқа жетеді деген кезде мен бәріне былай айтамын. iPhone бәрібір бір тәулікке жетпейді. Үлкен болсын, кішкентай болсын, аккумуляторда көп болсын, аз болсын, бәрі өзіне сай. Үшінші артықшылығын айттым, енді төртінші артықшылық ол камерада. Байқасаңыздар, бұда 3 камера. Мысалы, iPhone 12 mini мен 12-де 2 камера. Енді үшінші камера не үшін десеңіз, ол телеобъектив, яғни жақындатқыш. Бірақ соның өзінде бұл iPhone-дар зуммен қатты қызықпайтын. Бұда жақындатқыш 2-де 5 есе жақындатады, яғни санды жақындатқыш қарайтын болсаңыз 5x деп атайды, 5 есе жақындатады. Бесінші артықшылық ол 3 камераның қасында мына жерде тағы да бір сенсор бар. Дұрыстап анық қарасаңыздар, мына 2 камераның қасында ондай жоқ. Мына 3-тің жанында бар. Ол лидар. Лидар деген ол фотоға түсірген кезде, немесе видеоға түсірген кезде бұл лидар кішкентай лазерлерін жібергеннің арқасында арақашықтығын біліп тұрады. Ал оның сол арақашықтықтың арқасында фото, видеосы анық болады, жақсы болады, әдемі болады. Бұл үлкендігінен басқа түстерін қараңыздар. Түстері өзгеше. Сұр, көк, алтын және күміс түсті болады. Ақ емес, қара емес, жасыл емес. Енді диагоналін көрсеңіздер. 12 Pro Max-тың жанына 12 mini қоятын болсаңыздар, мынау баласы сияқты. Бұлай салыстырайық. Немесе бұлай салыстырайық. Бұл інісі емес, бұл баласы. Екешек кішкентай сияқты. Бұнда ең үлкен iPhone 12 Pro Max-тың бағаларын білгіңіз келсе, қараңыздар. Ең кішісі 128 гигабайт ішкі жады, бағасы 680 мың теңге. 256 гигабайт ішкі жадын таңдасаңыздар 750 мың теңге.
Ал енді ең үлкені 512 гигабайт iPhone 12 Pro Max алам десеңіз, бағасы 880 мың теңге болады. Таңдаңыздар, қай iPhone сізге лайықты. iPhone 12 mini'нің салмағы 135 грамм, iPhone 12 Pro Max'ның салмағы 228 грамм. Енді екі қолда ұстап тұрмын, екі есе ауыр деп айтамаймын, ауыр екені сезіледі. Тағы да қосатын суға шыдайды IP68, яғни 6 метр тереңдікте жарты сағат шыдай алады. Сымсыз қуаттауға болады. Кейінгі шыққан MagSafe деген сымсыз қуаттағышты алсаңыз, жабыстырып зарядтай бересіздер. Енді түсініп отырсыздар, iPhone 12 mini-мен салыстырғанда бұны бір қолмен ұстай алмайсыздар. Бір сообщение жазасыздар ма, не болса да екі қолмен жазу керек болады. Әйтпесе ыңғайсыз болады. iPhone 12 Pro Max туралы тез сипаттамасын айтып берейін. Бұнда Bionic A14, бұның бірінші камерасы 12 мегапиксель, екінші камерасы кең бұрышты 12 мегапиксель. Үшінші камера не үшін деп ойласаңыздар, ол жақындатқыш 2.5x жақындатады. Және 6.7 дюйм диагоналі қолға ыңғайсыз, бір қолға екі қолмен ұстау керек болады. iPhone 12 Pro Max. Бұл смартфонды қарапайым адам алу қиын болады. Бұны немесе жоғарыда отырған ағаларымыздың біреуі алуы мүмкін, немесе 2-3 бизнесі бар бизнесмен алуы мүмкін. Өйткені бұл жай смартфон емес, бұл сіздің статусыңызды сызып қойғандай болады. Яғни мен мықтымын, мен қолымда қымбат смартфон деп айтып тұрады. Бұл iPhone 12 Pro Max. Ең үлкен, ең жаңа және ең қымбат смартфон. Сәлем достар, мен iPhone 12 Pro Max алдым. Сатып алған кезде регистрация жасау керек. Ал көрейік. Орысшасын таңдайық. Страна дейді. Біз қайда тұратынымыз жазайық. Активация деген бір бөлек, ал кейін iCloud-қа кірген кезде ол бір бөлек. Біраз уақыт күту керек болады. Активация деген бұл телефонмен қолдануға болады деген. Арай қолдандық. Face ID әзірге керек емес. Парольді қойдық жарайды. Енді мынау сұрап тұр, не істейсің? Басқа iCloud-тан қоясың ба, интернет, Mac-тан қоясыз ба, басқа iPhone-нан қоясыз ба деп жазылып тұр. Ең соңғысын таңдаймыз, не переносить. Мені Apple ID сұрап жатыр. Мені жоқ деп жаза салайын. Жоқ деп жазам, бірақ кейін настройкада келтіріп алуға болады. iMessage, FaceTime керек болса қосуға болады. Экран уақыты жарайды, оны да көруге болады. Мені қосылды. Комментарийге жазыңыздар. 2,5 есе жақындататын зум не үшін сізге керек? Қосылды, енді қараңыздар. Экранның жарықтығы, экранның сапасы. Бұлай ең үлкеніне қойсақ. Анық екені көріне ме? Әдемі екені көріне ме? 12 Pro Max. Енді фотоға түсірген кезде, мысалына 2-де 1x деп тұрады. Егер 0,5 таңдасаңыз, кнопкасы тұрады, ал бұнда басу керек болады. 2-де 5 деген жаңа үшінші камераның көмегі, 2-де 5 есе жақындатады. Бұнда сіз өзіңіз жақындатасыз. Бағдарлама бойынша жақындатады, зум деген. Және айтқым келіп тұратыны, өзінің 2-де 5 есе жаңа үшінші камераның көмегі ғой. 2,5 есе жақындатып тұр. Бұны тағы да жақындатсаңыз 12 есе болып қалады. Бірақ қайталайын, бұл бағдарлама арқылы қосылып тұр қарай. Өзінікі 2,5. 2,де 5. Сосын қосатын, мен алғашқы рет Samsung S20 Ultraға шолу түсірген кезде, камераны қосып жұмыс істеп жатқан кезде бұл смартфон қызатын. Енді мынау да сол. Жаңаға 2,де 5 пен жұмыс істеп жатырмын. 2,де 5 есе жақындатып жұмыс істеп жатырмын, басып.
бұл камера қосылған үшін, жұмыс істеген үшін бұл қатты қызып жатыр. Бұл не үшін? Менің ойымша бұл жаңағы жақындатқанның арқасында қиналып, смартфон қиналып, процессор қиналып ысып жатыр. Бұнда ондай әңгіме жоқ. 12 миниде ондай әңгіме жоқ. Бұда тек қана екі камера. Бұл да қызса да, бірақ қатты қызбайды мынау сияқты. Өйткені жақындатқыш линзасы жоқ. Енді соңғы тест жасап көрейік. Артында камерасы шығып тұрып, және бір бұрышында болғандықтан қараңыздар. Кішкене болса да ойнап тұрады. Екі жағы да ойнап тұрады, өйткені камера бір шетінде. Егер чехол кигізетін болсаңыз, білінбей дүп-түзу болып қалады. Мен ең бақытты адамын. Менің қолымда iPhone 12 Pro Max 256 гигабайт.